Ал меркіліктер отбасы күні мерекесін ауқымды түрде атап өтті. Жалпы бұл күнді белгілеу түрлі мемлекеттерде қоғамның назарын отбасына аудару қажеттігінен туған. Бүгінде Меркі ауданында 84 мыңнан аса тұрғын бар болса, 17 мыңнан аса аулада мерейлі отбасы тату тәтті өмір сүруде. Былтырғы жылы осы кезеңде 326 жанұя құрылып, биыл 343 жас некелерін рәсімдеген көрінеді. Отбасы күніне орай ұйымдастырылған шарада белсенділік көрсетіп, қоғамдағы жанұяның маңыздылығын дәріптей білген жандар аудан әкімінің алғыс хатымен марапатталып, оларға естелік сыйлықтар табыс етілді. Бүгінгі күнде әрбір меркілік отбасына қажырлы еңбек, тағылымды тәрбие, ізгі дәстүрлер сабақтастығын лайықты жалғастырып келе жатқан үшін зор ризашылығымызды білдіреміз. Берік отбасылық құндылықтар арқылы ғана мемлекеттің іргетасы мығым, ғұмыры мәңгі болады. Баршаңызға зор денсаулық, береке, бірлік, жақсылық тілеймін. Шаңырақтарыңызға махаббат пен татулық салтанат құрсын.